Зейнеп Ахметова «Бабалар аманаты» кітабында былай дейді: қонақтар кеткен соң жаңалап шәй жасап, енді өзіміз дастархан басына отырдық. Байқаймын, атаның қабағы салыңқы. Бір кезде дастарханның толымды, астарың дәмді болды. Әсіресе ұмытылған тамақ қой мыналар деп әсіп пен сүт құйған өкпе оларға өте ұнады. Бірақ соның бәрін сен жіберген 4 қателік жуып кетті. Қонақтар оны байқады, байқамады дей алмаймын. Ал менің анық көрдім дегенде, дымым ішіме түсіп, көзім қарауытып кетті. Өріскенім соншалық, құрттай тесікке сыйып-ақ кетер едім. Ол не, папа, деп бәкең әкесіне қарады. Бірақ ата маған қарап, маған арнай сөйледі. Біріншіден, есі дұрыс қазақтың әйелі қонаққа бас көтеріп кірмейді. Жаман жақсы болсын, бас ең аман. Екінші қателігің басты шүйде жағымен әкелгенің. Қой шүйдесі емес тұмсығын алға беріп жүреді. Үшінші қателігің қойдың тісін қақпай әкелгенің. Бұл ең алдымен тазалық. Қой тісінің түбінде не жатқанын қайдан білесің? Шөп жейтін мал ғой. Содан кейін мұның екінші мағынасы бар. Қазір ұмытылған. Көнегөздер болмаса көпшілік біле бермейтін жағында айтайын. Қазақтар талай нәрсені тұспал, ишара арқылы білдіретін текті халық. Соның бірі осы қағылмаған тіске байланысты. Сыйласып жүрген екі адамның біреуі әлденеге ренжіп, бірақ соны сөз көбейер деп айта алмай жүрсе, өзі ренжіп жүрген адамы үйіне келгенде етпен бірге алдына тісі қағылмаған басты қояды. Сонда бас ұстаған адам, мынаның ішінде маған деген бір қыжылы бар екен, тісін басып жүріпті-ау деп ұға қояды. Ары қарай реніштің түйінін шешіп, түсінісуге бет түзейді. Ал төртінші қателігің басты қасқаламай әкелгенің. Талайлар мұның мәнін ұқпайды. Ол 4 құбылаң тең болсын, маңдайың ашық болсын деген ізгі тілек.